Бауырлар, біз мұсылманбыз. Бір-біріміздің қадірімізді біліп, бір-бірімізге құрметпен қарап, бір-біріміздің істерімізді, амалдарымызды кемсітпей, кем санап, бөліп жармай, бәлки бірігіп, біріміздің қайғымызды да қуанышымызды әкеліп ертіп тең бөлісіп жүретін халықпыз. Өйткені баратын жеріміз бір ғана қараң қабір, киетін киімімізде бір, бай да кедей де сол бір, ана базардағы ақ сұрыптан киеді. Байлардың ана Версачеден келген сұрығы жоқ. Жоқ, о жерде ондай этикетке болмайды. Қанша дүниесі болсын, 7 қабат үйі, 18 неше түрлі көлігі, 5 әйелі, 250 баласы бола қойсын. Баратын жері 2 метр қазылған қабір, киетін киімі аппақ 80 теңгелік кәдімгі, метрі 80 теңгелік ақ сұрып мата. Сыртына не тұрғызса отырғызсын. Сыртында мүмкін 3 этаж үй тұрғызар. А біреуге жай ғана бір кірпіштен белгі қояр. Сырты ол дүниенікі, байқайсыз ба? Сыртында түр-түрліміз біз әлі. Бірақ астында бәріміз шындықта жатырмыз. Бәрі бірдей. Ешкімнің қабырын 3 этаж қылып салмайды. Ешкімнің қабырын жанына бильярдный саунасымен салып бермейді. Ешкімнің қабырын жаңалдегі арнайы бір евро стандарт қылып, оны бір евро ремонттың жігіттері келіп, ананы неше түрлі абойлап жатпайды. Бір жігітке тиынын береді, опыр-топыр қазатта көтерген бойда лақтырақта тастайды, болды. Сондықтан тірінің бәрі пілдей, біздің бәріміз піл сияқтымыз әрқайсымыз. Бірақ өлінің бәрі бірдей дейді. Біз бәріміз бірдейміз, бауырлар. Кемсітетін жер емес. Мына жерде Алланың құзырында бәріміз бірдейміз. Бәріміз тең тұрамыз, сол үшін бір сапта тұратынымыз содан, сапты тегістейтініміз содан. Бай да, кедей де, жас үлкен де, кіші де, бәріміз бір сапқа тұрамыз. Бәріміз бір адамның соңынан еріп, сол тұрса тұрамыз, сол отырса отырамыз. Біреуі асып кетсе, пайғамбарымыз айтады, имамнан озып кеткен адамның Алла тағала қияметте басын доңызға, итке айналдырып жібереді. Намаздан қалып кеткен адам намаздан шығып қалады. Яғни жамағаттың да сауабын аламайды. Сондықтан біз бір жұдырықтаймыз, қараңызшы. Ал имам сол жұдырықтың бәрін жұмып тұрған білектей. Сондықтан осындай бір қол, бір саусақ бір-бірімен төбелесіп жатқанын көресіз ба? Көрмейсіз. Бәлки бір саусақ қышса, екінші саусақ соны қасиды. Бір саусақ ауырса, соның ауырған ызғарын екінші саусақта сезеді. Соның ыстығын сезеді. Біреуіне тікен кірсе, екінші саусақта сыздап ауырады. Біз де сондаймыз, бауырлар. Пайғамбарымыз айтқандай. Біріміз ауырсақ, біріміз қысылсақ, біріміз айыбымызды жабатын кез келді ғой деймін. Есімізді жинайтын кез келді ғой деймін. Бір-бірімізге мейіріммен қарап, жақсы көзбен қарап, жақсы сезіммен қарап, айып емес, бір-бірімізден жақсылық іздейтін кезіміз келді ғой деймін.